Армысыздар, қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз агро сақтандыру саласындағы техникалық мүмкіндіктер жайында сөз қозғамақпыз. Осы бағытта ой өрбітетін студия қонақтарымен таныстырайық. Агро иншуранс сервисінің коммерциялық директоры Алия Ахметова және Досжан Бакиров, Ақмола Феникс акционерлік қоғамының директорының орынбасары және бас агрономы. Студиямызға қош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Алия ханым, енді айтып отырмыз агро сақтандырудағы техникалық мүмкіндіктер деп. Осы тақырыпты, осы сөздерді бізге ашып берсеңіз, бұл не ең алдымен? Алдында айтып кеткендей, 2020 жылдан бастап ауыл шаруашылығындағы сақтандыру жүйесі жаңа онлайнға көшті. Және осы жерде де барлық егістік алқаптарын оцифровка жасау, өтінімді жіберу барлығы сайтта жүргізіледі. Яғни бір жерге шығып, бір жерге адам өз аяғымен барып, ондайдың еш қажеті жоқ. Еш қажеті жоқ. Ең бірінші керектігі ол интернет, компьютер және ЭЦП кілттері керек болады. Кез келген жерде өтінімді жіберсе болады. Енді Досжан мырза, сізбен жақынырақ таныса отырайық. Жаңа сақтандыру деп айтып жатырмыз ғой, иә? Ақмола Феникс енді бәріміз білеміз, қандай үлкен компания екенін. Бұл ретте енді сақтандыру бағытына сіздер қалай келдіңіздер, не сақтандырдыңыздар деген сауал. Соған жауап берсеңіз. Біз туралы кішкене айтып берейін. Бізде үлкен холдинг, шаңырақ деген, бізде 5 құс фабрикалары бар және аумағымыз бар, дақылдар себетін аумағымыз бар, 35 мың гектардай. Әжептәуір аумағы. Сондықтан сол бизнес болу үшін, бизнес болғандықтан риск менеджмент болу керек. Сондықтан ауыл шаруашылығы ол ең бастысы риск, ол ауа райына байланысты. Сондықтан біз страхованияға келдік. Біз уже 3 жыл бойы біздің аумағымызды толығырақ қорғаймыз. Қорғаймыз дегеннен біз кезекте сайтына кіріп, өз аумағымызды кіргізіп, бүкіл дақылдарымызды қорғадық. Бірінші жылда біз 15 миллион страховой выплаты алдыңыздар, е? Жоқ, жасадық, алдық 150 миллион теңге. Былтыр ең құрғақ жыл болды. Біз ылғалдығына байланысты, құрғақшылыққа байланысты 30 миллион теңге төледік, и 800 миллион выплата алдық. Тамаша ғой? Одан кейін біз уже күз келгенде, тамыз айында уже ылғалдың көп түсуіне сақтандырдық. Оған біз 15 миллион төледік и 400 миллион выплатаны алдық. Бұл сіздердің барлық шығындарыңызды жапты ма? Жоқ, ол барлық шығындарымызды жаппайды, бірақ зардабын азайтады. Потому что былтыр урожайность, мен қазақша білмей айтылатын, урожайность нашарлау болды. Если біздің ауданымызда орташа болады где-то 10-12, то былтыр біз 6 центнер алғанбыз. Жартысын алғанбыз. И осы выплаталар біздің кішкене, если урожайностьқа аударсақ, ол где-то 4-5 центнер қосады бізге. И біз ауданымыздың ақшамен есептегенде ортаға где-то келдік. Ақмола Феникс біздің ең бір лояльный клиенттеріміздің бірі. Егістік алқаптарынан басқа құс шаруашылығында сақтандырады көбінесе. Өйткені мемлекет тарапынан субсидиялар бөлінеді, сол субсидияларды барлық бағдарламаларды неғұрлым көбірек қолданатын шаруа қожалығы болып табылады. Биыл біз тағы да біздің аумағымызды қорғадық, бірақ биыл жыл өте жақсы, жаңбырлы, выплаталар болған жоқ, бірақ біз ылғалдың көп түсуінен сақтандырған жоқсыз, биыл сіз. Бірақ ылғалдығына сақтандыру керек еді. Өкініп отырсыз.
сол жақтан біз кішкене аналитика бойынша ойландық. Осы көктемде, жазда қаншама жаңбыр болды. И Күзге дейін ойландық. бітетін шығар деп. Күзге дейін бітетін шығар. И сол себеппен біз уже қорғанған жоқпыз. негізі сақтандыру керек еді. Сақтандыру керек еді. Бізде екінші жыл осылай болып тұр, иә? Иә. Дәл Негізі көбінесе шаруа қожалықтары ылғалдың аса көп түсуінен күздігүні сақтандырмайды. Олар ойлайды, мысалы, егінді жинап аламыз, ол әрі қарай керек емес деп. Бірақ та соңғы 2 жылға қарағанда күздігүні көп ылғал түсіп, негізі фермерлер өз алқаптарындағы егінді жинай алмай әуреге түскен көбінесе, мысалы, ол көбінесе техника кіре алмайды, сондай көп шығындар болды. Ол жиналмау бір жағы ғой мәселенің, жалпы дақылдың өзінің сапасы да төмен болады. Дұрыс айтасыз, иә. Сіздерде мысалы қандай деңгейде болды? Бізде былтыр сапасы кішкене түскен. Өйткені біздің аумағымызда Целиноград ауданында бізде Хайпро бидай болады. Сорты жоғары, иә? Хайпро ол ең жоғары бидай, бірақ былтыр біз оны ала алмадық. 3-ші немесе 4-ші класс болды. Биыл біз уже ертерек шықтық себуге и более-менее нормально алдық. Иә. Центнерінен мен білуімше Қостанайдан басып биыл Ақмола облысы. Иә, бізде урожайность, если мен айтқандай орташа урожайность бізде 10-12, то біз бидай 22 алдық центнер, арпа 25 центнер алдық. Тамаша. Әлия, жалпы ылғалдылықтан да сақтандыру керек деп айтып отыр, иә? Қанша түрі бар өзі сақтандырудың? Мысалы, егістікті алып қараса, ол былайша шаруаның басы қатып кететін сияқты. Құрғақшылықтан сақтандыру керек, ылғалдан сақтандыру керек. Оны бәрін сақтандыра берсе, шығын болып кетпей ме? Енді ол шаруа қожалықтардың өздеріне байланысты. Бізде негізі сақтандыру 2 бағытта жүргізіледі. Ол бірінші құрғақшылықтан сақтандыру және ылғалдың аса екі бағыты бар. Ал мысалы құрғақшылықтан сақтандырудың өзінің 2 бағдарламасы бар. Ол 2 фазалық және 3 фазалық. Сол бар болғаны сол. Жалпы 4 продукт бар сондай сақтандыру. Яғни ылғалдың аса көп түсуінен және құрғақшылықтан. Және құрғақшылықтың 2 бағдарламасы 2 айға және 3 айға сақтандыруға болады. Негізі одан басқа жоқ. Әзірге жоқ. Келешекте жаңадан сақтандыру бағдарламалары енгізіледі деп ойлаймыз. Сіздер биыл құрғақшылықтан сақтандыру. Ылғал аса көп түсуіне сақтандырған жоқпыз. Былтыр құрғақшылықтан да ылғалдың аса көп түсуінен де сақтандырып, көбінесе көп алған. Былтыр енді дұрыс деген екенсіздер. Жалпы сіздерде өз іштеріңізде мысалы жаңағы тұтынушыларыңызға ақпарат ұсынғанда белгілі бір деңгейде ауа райының болжамымен сондай бір алдын ала жоспар жасайсыздар ма? Мысалы, биыл жауын көп түсуі мүмкін деп ескертесіздер ғой? Біз ескертеміз. Негізі ақпаратты жібергеннің алдында біз сол әлемдік тенденцияларға қараймыз, яғни қандай ауа райы қандай болады деген сияқты, және де біз ылғалдан да құрғақшылықтан да сақтандыруға кеңес береміз. Өйткені ауа райын болжау ол өте қиын, дүниежүзілік тенденцияларға қарап болжаудың өзінде әртүрлі жағдай болып қалуы мүмкін. Мысалы, былтыр Эль-Ниньо болады деп 2024 жылы құрғақшылық болады деп болжаған. Бірақ та биыл құрғақшылық болған жоқ. Керісінше болды. Керісінше болды. Келесі жылы да сондай тенденция бойынша құрғақшылық болады деп болжап жатырмыз. Енді қалай болатынын бір Алла біледі. Досжан, сіздерде бұл бағытта жұмыс қалай жүргізіледі? Мысалы, Қазгидрометпен бір келісім шартқа отырасыздар ма? Жоқ, әлде басқадай жұмыстар? Жоқ, біз биыл да, келесі жылда да сақтандырамыз. Өйткені ол керек нәрсе, бизнес болғандықтан бүкіл рисктерді сақтандыру керек. Онсыз енді жұмыс болмайды дейсіз ғой? Иә, осы. Дұрыс. Енді онлайн деп айтып отырмыз ғой, жалпы тәртібі қандай оның? Мысалы, жаңағы ноутбукты ашасыз, кіресіз, сосын кезек
KZ деген платформа деп айтамыз. Ол не платформа, біле бермеуі мүмкін адамдар. Осыны бір түсіндіріп тарқатып айтып берсеңіз өзіңіз. Біздің онлайн сервис қалқан кезекте KZ сайтында орналасқан. Бізде ол жерде екі платформа бар, өзара қарым-қатынасы жұмыс істейтін. Ол бірінші үркер сервисі, ол жерде барлық егістік жерлерді цифровизация жасау керек. Және өтінімді беру, ол қолдау сервисінде жүргізіледі. Барлығы оңай. Бір сол кезектің ішінде. Иә, сол бір сайттың ішінде егістіктерді оцифровка жасайды. Сосын сол жерде де өтінімді беруге болады. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Бізде мысалы көбінесе клиенттеріміз өздері жасайды барлығын. Және егерде сұрақтары болып қалған уақытта, ол жерде колл-центрдің нөмірі жазылған, кез келген уақытта кез келген сұрағына жауап алуы мүмкін. Және бізде телеграмда да группаларымыз бар, сол жерге де жазуы мүмкін, звондап білуі мүмкін. Презентациялар, видео инструкциялар барлығы сайтта бар. Барлығы мүмкіндігінше оңай, жеңіл жасалынған. Бірақ енді бізде Досжан сияқты жаңағы көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар көп емес. Сол ретте мысалы бір ортаңқол, бір ауылдағы шаруа болуы мүмкін. Ол кісілер енді былайша ескіше жұмыс істеп үйренген ғой, жаңағы адам отырады, барады, сұрағын қояды, болмаса бір жетелеп жүріп, өзі істеп беріп деген сияқты. Сондай жағдайларда мәселен не істейсіздер деген сауал. Ол жерде телефон арқылы, қазір енді білесіз ғой, WhatsApp бар, видео арқылы олар бізге звондайды, экрандарын көрсетеді, біз сол арқылы оларға көмектесеміз. Немесе егерде мысалы жасы үлкен адамдар болады, кейде оларға қиын болған уақытта бізде әр мысалы аудан орталықтарында, үлкен қалаларда аграрлық несие корпорацияның филиалдары бар. Сол жерде аграрлық кредитный корпорация ол оператор болып табылады ғой, сақтандыру бағдарламасын. Сол жерде егерде адамға жолығып сұрақтарына жауап алатын болса, сол жерге барып сұрақтарын қойса болады. Олар ол үшін заявканы жібермейді, бірақ та сұрақтарына жауап беретін мүмкіндігі бар. Хабарымызды көріп отқан көрермендер заңды сұрақ туындауы мүмкін. Аграрлық несие корпорациясының бұл сақтандыру жүйесіне қатысы қанша дегендей, жаңа сіздің айтып кеткеніңіз өте орынды. Бірден бір талабы ғой, бұл. Жаңағы алқапты сақтандыру керек. Мал болсын, егіншілік болсын, түсінікті. Досжан мырза, сізге мына онлайн сақтандыру қиынға түскен жоқ па? Енді Әлия ханым айтып отыр ғой. Кезекте сайтында айтқандай видео инструкциялар бар, презентациялар бар. Оған қарап өте тез заявканы бере аласыз. Бәрі түсінікті. Ең бастысы бюрократия жоқ, қағаз жоқ, адамдар жоқ, ешкімге бару керек емес. Онлайн отырасыз, егістік жерлеріңізді кіргізесіз, қанша аумағыңыз бар. Дақылдарды қоясыз, қайда қандай дақыл болады. Әр дақылдың өз порогы бар. 1 гектарына норматив затрат бар. Сондықтан дақылдарды кіргізу керек. Қандай дақыл қай алқапта болады. Бәрін істейсіз. Сосын егістік жерлеріңізді алып, сізде уже шығады қанша ақша төлеу керек. Ең бастысы, что 80% субсидияланады мемлекетінен. И фермер, сельхозтоваропроизводитель, оған 100% страховой выплатаны төлеу керек емес. Ол 20% төлейді, а 80% уже мемлекет төлейді. Ол тоже үлкен көмек. Өйткені біз осы жай субсидияландыру байланысты химия аламыз, удобрение аламыз, біз толығырақ төлейміз, и сосын күтеміз субсидиялар қашан түседі. А сақтандырудан осындай проблемалар жоқ. 20% төлейміз, и все болды. Қалған уже 80%-ын тікелей аграрлық несие корпорациясы тікелей сақтандыру компаниясына аударады. Яғни фермерін жүріп, өтінім беріп, толығымен ақшасын төлеу қажеті жоқ. 20%-ын өзі төлейді, болды. Қалған бір заявканы бересіз, и все болды. Отдельно субсидияға заявка бермеу қажеті жоқ. Ал егер шаруа өзінің жұмысын, өзінің жаңағы сақтандыру жұмысын толық атқарып болғаннан кейін, мына мемлекет тарапынан жаңағы 80% бір созылып,
ұзақ кететіндей жағдай болмай ма? Жоқ, ондай жағдай болған жоқ. 2020 жылдан бастап бұл сақтандыру бағдарламасы жұмыс істеп келе жатыр. Бірден бір ондай жағдай болмады. Келешекте ондай жағдай болмайды деп сенеміз. Демек, жаңағы механизм жұмыс істеп тұр. Механизм толығымен 100% жақсы барлық уақытымен жұмыс істеп келеді. Жаңа Досжан айтып отыр, мысалы, бір алқапта мысалы бидайды жартысына арпа егу мүмкін шаруа. Оның екеуінің сақтандыру құны әртүрлі болады. Әртүрлі болады, иә. Мемлекет бекіткен норматив заттары бар, әр облысқа және әр дақылға ол әртүрлі. Соны бекітеді. Оцифровка жасаған кезде, севооборот енгізген кезде ол жерде жазады қай алқапта қандай дақылды егеді. Яғни бір жерде бидай болса, келесі мысалы алқапта майлы дақылдар бүкіл дақылдарына олар әртүрлі. Немесе күнбағысқа біз инвестицияларымыз көп болады 1 гектарға. Бидай кішкене басқа дақыл, семена арзандау болады, сондықтан төменірек нормативі болады. Негізі бізде программада, системада, сайтта минималды норматив заттар енгізілген. Максималды 200 мыңға дейін фермер өзі таңдап алуы мүмкін. Минимал, бірақ минималдан төмен қоюға болмайды. Норматив затрат ол не үшін керек? Сол норматив затраттан саналады страховая выплата. Қанша болады? То есть менде 1000 гектар болса, мен бидай себемін, ол там норматив затрат 100 мың қоям. То есть мен страховая выплата 10 миллион болады. Одан сол 10 миллионнан маған 20% төлеу керек. То есть 2 миллион төлеймін, 8 миллион мемлекет төлейді. Егерде 200 деп қойсаңыз, нормативіне 2 есе көп болды, 4 миллион төлейсіз. Бұл осыған дейін айтылды ғой, яғни шаруа өзі таңдайды қанша гектар алқапты сақтандыруды. Сіздер қанша сақтандырдыңыздар? Норматив заттардан или немесе алқаптарымыз 100% алқабымызды сақтандырамыз біз. 35 мың гектар толықтай. Біз 35 мың гектар, бірақ себетіміз 30 мың, 5 мың ол сүртанап, орысша пар деп аталады. Демалатын жер. Иә, демалатын жер. Сепкен жеріміз ол 30 гектар, 30 мың гектар, 100% біз сақтандырамыз. Түсінікті, енді бұл кісілер енді ірі шаруашылық болып тұр ғой, ұсақ шаруа қожалықтарының қызығушылығы қандай жалпы осы сақтандыру механизмі? Жақсы. Сол сақтандыру бағдарламасы енді енгізген уақытта көбінесе кішкентай шаруа қожалықтар онша кірмейтінді. Өйткені олар қорқады, әзірге сенім жоқ, жаңа бағдарлама. Көбінесе бізде ең бірінші болып ірі шаруа қожалықтар кірген, және әрі қарай енді реклама ретінде оларға қарап, мысалы теледидардан реклама беріп жатады, біз сақтандырып жатырмыз, осындай ақша алып жатырмыз деп кішкентай қожалықтарда соңғы 3 жылда сақтандырып жатыр. Сіздер қайдан естедіңіздер жалпы сақтандыру бағытында осындай жұмыстар жүргізілетін? Басында қолдау платформасы болған. Біз сол платформадан субсидияларды алдық, и сол қолдау платформасында агроиншуранс деген модуль шығып кетті. Жаңа модуль пайда болды. Жаңа модуль болғандықтан бізге адамдар қайрат келді, түсіндірді, ол не, қалай болады, қалай төленеді. И біз бірінші жыл бойынша бүкіл аумағымызды алған жоқпыз, қазір есіне алмаймын, но бізге жартысын сақтандырдық. И бірінші жылдан сразу выплатаны алдық. Мен уже айтқандай 15 миллион біз төледік, 150 миллион біз алдық. Өзі бір мысалы көлігімізді бір жол апатына түсіп жатқанда, біреумен соқтығысып жатқанда қиямет қайым сақтандыру компанияларынан ақшаны шығарып ол жаңағы оның бағалауын жүргізу керек. Осы жерде де осыны айтып кетіңізші, қаншалықты оңай ақша? Осы бүкіл цепочкада адам жоқ. Спутник өтеді, бүкіл ауданның өз нормативтары бар, ылғалдығына байланысты. Допустим, Целиноград ауданы бір норматив, Қорғалжын ауданында басқа норматив, Шығыс Қазақстанда басқаша норматив. Если біз бәрін қарасақ, то бізде жаңбыр болса,
біздің жаңбырымыз шығыс Қазақстанға қарағанда ол жаңбыр емес. иә Сондықтан әр ауданның нормативтары бар. Сосын күнде спутниктар өтеді. Спутник индекс бар, SMI деген. Индекс влажности почвы. Қазақша мен айта алмаймын. Айта беріңіз. Иә, ол күнде өтеді и санайды неше ылғалы бар жердің үстінде. И немесе вот айтқандай 3 фаза бар. Бірінші фаза ол 15 май, 14 июнь. 15 июньде бізге уведомление келеді кезекте сайтында. Сізде құрғақшылық болды деп. Біз подтверждаем, и все, 20 күннің ішінде бізге выплата түседі. Ешкімге бармау керек, түсіндірмеу керек. Спутник өтеді, спутник айтып жатыр, сізде ылғал жоқ. И все. Яғни жаңағыдай бір адам жіберіп, тексертіп, оның жаңағы лабораторияға апарып, онда ешқандай артық жұмыс жоқ дейсіз ғой. Жұмыс жоқ. Барлығы автоматтандырылған, барлығы космомониторинг арқылы жүзеге асырылады. Тамаша, мен таңғалып отырмын. Енді құсқа келсек, енді сіздердің басты аттарыңыз шығарып отқан өнім құс қой. Онда сақтандырдыңыздар ма? Құстарды біз пока сақтандырған жоқпыз. Негізі бола ма? Негізі құстарды сақтандыруға болады, бірақ та мына жерде айтып кететін жайт, құс шаруашылығы мысалы ет өнімі бойынша немесе жұмыртқа өнімі бойынша, мысалы олар ет бағытымен айналысатындар, ол құстар 40 күн ғана өмір сүреді. Оларды ал біз сақтандыру договорына 1 жылға қол қоямыз. Мерзімі керек. Ал егер де мысалы жұмыртқа бағытымен айналысатын құс шаруашылығы, олар көбінесе сақтандырады. Бізде Қазақстан бойынша ірі 10 құс фабрикасы сақтандырылған. Қазір енді айта алмаймын, өйткені олардан рұқсат алу керек, деп айтуға бола ма, болмай ма деп, бірақ та 10 ірі құс фабрикасы бізде сақтандырылған. Өйткені құс шаруашылығында тәуекел өте жоғары. Және олар өте жоғары, және ол жерде халықаралық қайта сақтандыру компаниялары ол жерде шектеу қояды. Максималды біз әрбір құс фабрикасын 1 миллиардына дейін ғана тәуекелді өзімізге қабылдаймыз. Одан жоғары договорға біз қол қоймаймыз, өйткені ол жерде тәуекел өте жоғары. Және ол 10 фабрика өздері сұрап, өздері біліп, істеп, сол келіп сақтандырып жатыр. Сіздерде ондай жоспар бізде жоқ пока. Өйткені сіздерде көбінесе ет бағыты. Бізде ет бағыты, бройлер, күріш корябы. 40 күн өмір сүреді олар, мысалы 1 жылдық договорға тұру оларға онша керек емес. Бәріміз білеміз, күнде жеп жатқан. Бізде қазір мысалы алдында бізде тек қана солтүстік өңірлерде ғана біз сақтандыратынбыз да құрғақшылықтан. Өйткені осы жақта енді ауа райының климаты әртүрлі. Және бізде көбінесе енді солтүстік өңірлерде көбінесе егінмен айналысады. Оңтүстік алқаптарда оларда вегетация фазалары әртүрлі, және олардың климаты сәл солтүстікке қарағанда енді несі бар, айырмашылығы бар. Енді бізде көбінесе оңтүстік өңірлер бізден сұрады, бізге де ондай не керек, сақтандыру бағдарламалары керек деп, және осы 2025 жылғы сезонда біз оңтүстік өңірлерді де құрғақшылықтан сақтандыруға өтінімдерді қабылдаймыз. Досжан жаңа айтып отырмыз ғой, онлайн сақтандыру деп. Бағана мен осы әңгімеге дайындық барысында өзім жаңа кезекте KZ сайтына кіріп қарағам, түр-түрі бар екен, тұрғын үй деп өзі бөлінеді екен ішінде. Бірақ енді былай шұқылап көрдім, жаңағыдай сақтандыру, егіншілікті сақтандыру кішкене жолы қиындау болды маған. Сіз мысалы бұл бағытта қандай да бір қиындықтар кезіккен жоқ па алдыңызға? Мысалы бір жаңағыдай білмей жататын, әлде бір адам керек па, маман керек болсын, көрсетіп жүретін, мынау былай, мынаған басасын, мынаған кіресің деген сияқты. Ең қиыны болған ол егістік жерлерімізді осы системаға кіргізу. Өйткені ол мемлекеттік АИС-ГЗК деген кадастр номер керек, айырмашылығы болмау керек, салыстыру керек бәрін. Сондықтан біз бір алқапты кіргіземіз,
и күтеміз, модератор оны қарап салыстыру керек, бар ма жоқ па, оны менің жерім ба, менікі емес па, сондықтан ол кішкене ұзақ болады. Телеграм чат бар. Мен үркерге кірем, модульдің, егістік жерімізді кіргіземіз, чатқа жазам, қараңдар. И 5-10 минуттың ішінде олар қарап, подтверждение жасайды, и уже болды. Менің жерлерім бар уже, системаларда. Сол жер ең қиыны. Дальше уже қиын емес. Қалғаннан кейін қалған оңай дейсіз. Иә. Даже сұрақтар болса, сразу телеграм чатқа жазамыз. Бізде көп болса да бір күннің ішінде жауап береді бізге. Жалпы осы сақтандыру бағытында қазір қарқыны қандай? Көп па шаруалар? Иә, шаруалар көп, және біз биыл ерте ашамыз. Келесі жылға өтінімдерді қабылдауды биыл ашып жатырмыз уже. Осы күннен күнге өтінімдерді қабылдай бастаймыз. Және көбінесе сол фермерлер сұрап сақтандыратын ынталары бар. Енді жалпы Досжан, өзіңіз сияқты осы жаңағы шағыны болсын, ірі шаруашылықтар болсын, шаруа ретінде әріптестеріңізге осы сақтандыру бағытына қатысты қандай да бір кеңестеріңіз болса беретін. Және міне сақтандыру саласының маманы отыр. Бұл кісілердің де жаңағыдай бір қиыншылықтар болып жатса, кем-кетіктері болып жатса түзеу керек. Онда айтып өтсеңіз. Ең бастысы фермерларға айтайын дегем, ауыл шаруашылық, ол басынан ол бизнес. Ол бизнес жақтан қарау керек. Риск менеджмент болу керек. Бізде осындай инструмент бар. Оны қолдау керек. 80% мемлекет субсидия төлейді. Бәрін санасақ, біз страховой выплатадан әрі кетсе где-то 1-2% төлейміз. Бүкіл суммасынан. Құрғақшылық болса да, ең төмен құрғақшылық ол 3% болады. Даже одан төмен түспейді. То есть біз 2 миллион төлесек те 3-4 миллион ала аламыз. Ең үлкені 48% болады. Біз алу мүмкіншілік бар. Сондықтан сақтандыру керек. Әлия ханым, сіздің қорытынды сөзіңіз, жаңағы шаруаларға айтатын ақыл кеңестеріңіз, және осы хабарымызды көріп аяқ асты сақтандырғысы келген шаруаларға қандай жаңа кеңес берер едіңіз? Досжан, рахмет сізге. Сұрақтарыңыз болса, егер де бір ұсыныстарыңыз бар ма? Ашық сұрай беріңіз. Не ұнайды, не ұнамайды, мүмкін сұрақ. Бақа ұсыныстар жоқ, бақа бәрі ұнайды. Жақсы. Шаруаларға берер кеңесім, әрине міндетті түрде ауыл шаруашылығы негізінен ол тәуекел ең жоғары бизнестердің бірі болып табылады. Өйткені көбінесе барлық урожай ол ауа райына байланысты. Сақтандыру керек, құрғақшылықтан да сақтандыру керек, ылғалдың аса көп түсуінен де сақтандыру керек. Өйткені қандай сақтандыру жағдайы болатынын біз білмейміз, ол белгісіз. Сондықтан оңай барлығы, яғни мысалы мүмкін сізге кішкене қиын болған шығар, бірақ та ауыл шаруашылығымен байланысы бар адам негізі түсінетін, агроном сияқты, финансист, бухгалтер сияқты адамдар негізі сайтқа кіріп өзі ешқандай көмексіз заявканы жібере алады. Егер де қиын болып қалса, ол жерде колл-центр, телеграм нөмірлері бар, сол жерге жазса болады, біз міндетті түрде көмектесіп барлық сұрақтарына жауап бере аламыз. Олай болса, Әлия ханым, Досжан, сіздерге уақыт тауып хабарымызға қатысқандарыңызға көп алғыс айтамыз. Осы әңгіме барысында көтерілген мәселелердің бәрі оң шешімін тапсын. Рахмет сіздерге. Сіздерге рахмет. Сізге рахмет. Қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашаладыңыздар. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.